Мына Муса алейхиссалам уақытында не дамып тұрған еді? Муса пайғамбардың уақытында сиқыр дамыған. Муса алейхиссалам уақытында сол қанша сиқыр дамып кеткен болса да, Муса пайғамбардың аса таяғындағы істегенді ешкім істей алмады. Фирғауын Муса пайғамбармен диспут жасады, халықты жинап алып, сол жерде жеңіліп қалды. Кейін Мусаны тоқтату үшін сол кездегі сиқыршылардың бәрін жинап алып, Фирғауын оларға осындай сөз айтқан: кім Мусаның аузын жапса, мен соның жанына уәзір қылып аламын, бүткіл байлығымды беремін деп. Кейін бұлар сол бір-бірімен жолыққан кезде, Құранда аятта соны айтады, сол жаңағы сиқыршылар өздерінің иіріп алып келген жіптерін тастаған кезде жыбырлап жылаған секілді көрінді дейді. Аятта. Сөзді Муса алейхиссалам өз кішкене сескеніп қалған болды дейді ана жерде. Сөз Алла Тағала: "Ей Муса, қозғалма" деді. "Қолыңдағы таяғыңды таста жерге" деді. Сол аса таяғын тастаған кезде сол жыбырлап атқан жаңағы жіп, жылан болып көрінген бәрін жұтып қояды. Сөйде жаңағы сиқыршылар не істеді? Дінді қабылдады дейді. Өйткені олар сиқыршылар еді, сиқыр не екенін олар жақсы біледі. Олардан Фирғауын сұраған кезде олар айтты: "Муса сиқыршы емес" деді. Өйткені оның істегенін біз білдік, ол біз істей алмайтын нәрсені істеді деді. Біз Мусаның Құдайына иман келтірдік деп, сол мұсылман болды. Иса алейхиссаламның уақытында не дамып тұрған еді дейді? Медицина. Елдің бәрі дәрігер. Елдің бәрі дәрігер, соны дамытып, бір-біріне үйретіп, елдің бәрі дәрігер. Бірақ қанша оларда медицина дамып тұрған болса да, Иса пайғамбардың істеген ешкім істей алмады. Иса алейхиссалам өлген адамдар тірілтетін. Алла Тағалаға дұға қылып, бейітке барып, Аллаға дұға қылып, тұр орнына деген кезде орнына атып тұрады. Неше ғасыр өтіп кеткен адам болса да, орнына тұрады сол адам. Қанша медицина дамып тұрған болса да, тері аурулар, алабес деген аурулар бар. Соны ешкім жаза алмайтын сол кезеңде дейді. Иса алейхиссалам Алла Тағалаға дұға қылып, сол түкірігін жағып, қолын сипалаған кезде жазылып қалатын солар. Өйткені Иса алейхиссаламның істеп жатқан ол мұғжиза деп айтылады. Алла тарапынан пайғамбарлықтарын растау үшін, халықты сендіру үшін берілген мұғжизалар бар сондай. Одан кейін Мұхаммед алейхиссалам уақытында не дамып тұрған еді? Ақындық, тіл өнері, шешендік, елдің бәрі сондай астарлы өлең жырлармен сөйлесетін сондай әдебиет дамып тұрған кезең еді дейді. Құран келуімен олардың әдебиеттерінің бәрін тасталғанын шығарды. Өйткені, мысалға қазір менмін деген ақынның өзін алып келеміз де, біздің осы отырысымызда бір қатар дейміз ғой, бір қатар сөздің ішіне сиғыз жерде білсең сиғыз алмайды. Кемде 4 шумақ өлең болып шығуы мүмкін. Осы біздің осы отырысымызда қазір бүгін Раббил ауал айының осындай күні, құптан намаздан кейін пайғамбарымыздың сира сабағын өтіп отырмыз дегенде жеткізіп бер десең, кемде 4 шумақ суымен өлеңмен 4 қатар болуы мүмкін, ұйқастырып жеткізуі мүмкін. Жоқ, бізге 4-те көйіп кеттің ол. Бізге осыны бір қатарға сиғызып бер деп айтса, ол не істей алмайды, сиғыза алмайды оны. Ал Құран кәрімде Алла Тағала оларға айтты деді, олар бір сүре алып келсін деді. Алып келе алмады. 3 аят алып келсін деді. Алып келе алмады деді. Бір аят алып келсін деді. Адамдар, жындар бәрі қосылып алып, дәл Құрандағы секілді бір аят алып келсін деді. Алып келе алмадыңдар, алып келе алмайсыңдар да болашақта деген аятта Құран кәрімде ескертті. Ал сол бір аят, бір қатарда тұрған бір аят, бір қатарда емес ол. Қысқа бір аят оқып қарасаңыз, тәпсірін қарасаңыз, біздің осы өмірімізді, ақыретімізді қамтып кетеді мағынасы. Бірнеше әріптен тұратын аят, қысқа бір аят. Мағынасын қарасаңыз, тәпсірде не айтады ол жерде? Сондай Құран Алланың сөзі екендігін көрсеңіз болады. Сіздің осы өмірге келгеніңіздің, өміріңізді, ақыретіңізді тағы көп нәрсені қамтып, соның ішіне кіргізіп жібереді. Сондай аятты көрген кезде адамдар не істеді бауырлар? Арабтар пайғамбар алейхиссалам айтып жатқан Құранда бұл адамның сөзі емес екендігін олар көздері жетіп, көп адамдардың дінге келулеріне не болды бауырлар? Себеп болды дейді.